Түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында өмір сүрді. Қытай деректері бойынша 542 жылдан бастап түркілерге қатысты алғашқы мәліметтер кездеседі. Сонда түріктер жайлы деректі біз Қытай дерегінен аламыз деген сөз. Түркілер алғашқы кезде Қытай шекарасының батысында Алтай тауының етегінде өмір сүрді. Кейін түрік тайпаларының көсемі Буманның басшылығы мен иеліктерін Хуанхэ жағалауына дейін кеңейткен болатын. Батыс Қытай билеушісі жақын қоныстанған түркілер жайлы дерек жинай бастайды. Сөйтіп бұл деректер түрік тарихының ерте кезеңі туралы негізгі білім көзіне айналған болатын. Түріктерді түрік тайпасы немесе теле тайпасы дейміз. Түрік теле деген бір мағынаны білдіреді. Енді осы теле тайпасы осы 6 ғасырда Гоби шөлінен солтүстікке қарай Қытай дерек көздерінде теле этнонимімен біріктірілген түрік тілдес тайпалар мекендеді. Теле батысында және оңтүстік батысында Иран тілдес тайпалармен, оңтүстігінде Қытаймен шектесті. Сонда телелердің ата бабалары осы ғұндар біздің. 7 ғасырдың басында теле тайпасы 15 тайпаға бөлінеді. Сөйтіп теле тайпаларының көпшілігі кейін батысқа қарай көшіп, кейінгі түрік халықтарының негізін қалады. Экрандағыны жазып алыңыз, ол сізге керек. Енді түрік қағанатының негізін қалаған Бумын. Оны сіздер керемет білесіздер. Енді осы тұста тағы бір айтып кететініміз бар. Бұл түрік сөзі берік, күшті деген мағынаны білдіреді. Билік етуші Ашина әулетіне байланысты айтылған болатын. Осы түрік қағанатын билейтін адам Ашина әулетінен шығу міндетті. Алғашында 2 рудан, демек Ашинаден тұратын шағын тайпа болды. Бумын бастаған Ашина руы 552 жылы осы түрік қағандығын құрғанда және оған теле тайпаларын қосқаннан кейін түрік атауы теле тайпасына да таралды немесе. Бумын негізі түріктердің қолбасшысы болды, түрік қағанаты құрылмай тұрғанда. Ал енді құрылмай тұрғанда түркілер Жужан қағанына салықты темір түрінде төлеп тұрған болатын. Жужандардың тепкісін көрген түркілер оларға қарсы бас көтере бастайды. Сөйтіп түріктердің бірігуін Ашина руынан шыққан ұлы жабығу атағын иеленген осы Бумынның басшылығымен жүргізіледі. 552 жылы Жужандарды жеңіп, Бумын түркі елінің қағаны болып жарияланады. Орталық Азиядағы жаңа мемлекет түрік қағанаты құрылды. Енді Жужан қағаны анағұймен түрік қолбасшысы Бумынның арасындағы болған аңыз бар. Оны осы экраннан оқып алыңыздар. Бұл сіздерге жаңағы мәтіндік тапсырма ретінде келуі мүмкін. Бұны сіздер білулеріңіз керек. Бұған мен тоқталмай қойын, ары қарай жалғастырамыз. Түрік қағанатының негізін қалаған Бумын дедік. Енді Бумын 552 жылы мемлекетті құрды, 552 жылы дүниеден қайтты. Ал енді одан кейінгі Мұқан қаған 553-572 жылдар билік етті дейміз. Енді түрік қағанатының негізін қалаушы Бумын қайтыс болғаннан кейін билікке келген мұрагерлері осы Мұқан қаған Жужандарды талқандауды аяқтады. Түркілердің орталық Азия мен оңтүстік Сібірдегі үстемдігін бекіткен осы Мұқан қаған. Солтүстік Қытайға дейін барған осы Мұқан қаған. Енді Қытай жылнамаларындағы деректер бойынша Мұқан қаған шекара сыртындағы барлық иеліктердің зәресін ұшырды дейді. Бұны қайдан алып тұрмыз? Бұл деректі Қытай жылнамаларында айтылып тұр. Демек бұл Мұқан қағанның мықтылығын көрсетеді. Және бұл кезде жаңағы Мұқан қағанның тұсында Жужандар қайтып бас көтермейтіндей етіп жеңгендігін айтады. Келесі, одан кейінгі билікке келген Иштеми қаған.
Енді ештеме қағаннан бұрын біз осы түрікке байланысты мына ақпаратты айтып кетейік, сосын ештеме қағанға бөлек толық тоқтаймыз. 6 ғасырдың 60 жылдары түрік қағанаты сол кездегі ірі мемлекеттер Византия, Иран, Қытай сияқты мықты мемлекеттермен қарым-қатынас жасады және терезесі тең болды дейді. Келесі сабақта ештеме қағанмен жалғастырамыз. Рахмет тыңдағандарыңызға, сау болыңыз.